Әрбір қоғамның басты міндеті тіршілік тынысы тарылған, жалғыз өмір сүруге мәжбүр болған қарттар мен жас талғамайтын түрлі дерттерге душар болған мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау көрсетіп, еңсесін тіктеп болашаққа үміт сыйлап, мейірім мен қайырымға бөлеп арқа сүйер демеуші болу. Осындай тағдырлары тоғысқан мұқтаж жандарға алғашқы болып қолын созатын әлеуметтік қызметкерлер. Қазақстанда 12.000 әлеуметтік қызметкер бар. Оның ішінде 884 медициналық әлеуметтік мекемелерде, оның ішінде 695 стационарлық мекемелерде, 189-ы оңалту орталықтарында қызмет көрсетеді. Үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшелерінде 11.395 әлеуметтік қызметкер, белгілі бір тұрғылықты жер жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталықтарында 65, дағдарыс орталықтарында 65 әлеуметтік қызметкер жұмыс істейді. Сонымен қатар әлеуметтік қызметкерлердің 45% аудан орталықтары мен қалаларда, 30% облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар қалаларда, 25% ауылдық округтерде қызмет көрсетеді. Әлеуметтік қызметкерлер қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға, оның ішінде балаларға, белгілі бір тұрғылықты жер жоқ, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға, тұрмыстық зорлық-зомбылық пен адам саудасының құрбандарына көмектеседі. Әлеуметтік орталықта мамандардың көмегімен мұқтаж жандар медициналық, мәдени, дене шынықтыру сияқты көптеген оңалту шараларын қабылдап, дертіне шипа табуда. Олар әлеуметтік қызмет алушылардың әрқайсысымен жақын қарым-қатынас орнатып, талап тілектерін тыңдап, барынша толыққанды өмір сүру салтын жеңілдетуге күш салуда. Салмағы ауыр салада кәсібіне адалдықпен жабыққан тағдырларға жауапкершілікпен қараған, адами ізгі қасиеттерге бай, кең жүректі әлеуметтік қызметкерлерге алғысымызды білдіреміз. Әлеуметтік қызметкер, алғыс арқалайтын арда мамандық. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің кәсіби төл мерекесімен құттықтайды.